Мен Ақмола облысы Көкшетау қалалық сотының судьясы Ақмарал Шакарқызы Жұмабекова. Алдымызда келе жатқан тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Тәуелсіздік туралы айтқан кезде тіл туралы айтпауға мүмкін емес, себебі тіл тәуелсіздік тірегі. Қазақ тілінің ұлылығы көптеген ақындар мен жазушыларды туған тілге арнап өлең шығарма жазуға шабыттандырған. Ұлы Бауыржан Момышұлы қазақ тілі туралы былай деген: қазақ тілі өткірлігімен бой балқытып, тамыр шымырлатып, жан жүйенді жандырып, құлақ құрышын қандырып, ұғымына қонымды, жүрегіне тиімді, қысыл таян, қатал жағдайда қайрап, егеп, сөз тапқанға қолқа жоқ дегендейін, ерге, елге медет болып, адам түгіл жағдайдың көмейіне құм құйып, аузын аштырмай, үнін шығармай қоятын тіл. Ал Мұзафар Әлімбаев ана тіліне келесі өлең шумақтарын арнайды. Ана тілім ғажап деп айта аламын, жәннаттай жан балқыда жай табарым, шырқатып ғұмыр бойы айтар әнім, келеді толас таппай қайталағым, тозбайды сыны кетіп, сыры қашып, біз әлі қанған жоқпыз сырын ашып. Қазағы қадырына жеткен сайын жайнайды, ертеңге де нұрын шашып. Келе жатқан мереке құтты болсын.